Бұл екі мәселеге жауап бере тұрған нәрсе. Біріншіден, келергі заманда біз қазір көп талаша отпайыз бі? Компьютер бізді ұтып кетті, компьютер адамды четке қағауы деп. Бұл арқанды мисалында адамдың қасиеті бары бір керектеледі деген жақсы мисал. Екіншіден, бұл адамдардың ортасындағы мамиледе қаншалық компьютерлер, роботтар көп болсын, бары бір ақыр барып тұрып, psychology, emotional intellect, эмоция, адамдың адамгершілігі, адамдардың ортасындағы мамилесінің эмоциясы ең маңызды екенін білгізеді. Анда айтып берейін. Көрсе, конвейердің башынан аяғына шейін арқан сызылып тартылған екен. Анан кейін брақты ең аяғында локитке ошоп, жана биз илгери СССРде таанычыбыз ОТК-да. Ең аяғында жетекчи же бирөөлөр дайындалгандар текшербейт экен. Башынан баштап, ар бир конвейердин уланып кетип бараткан жеринен ким мурдакылардын брагын көрсө, дароо арканды кармап туруп эле жөн эле тартып коет экен. Тартып койгондо бүт фабрикага сигнал болот экен, серияда. Анан кейін анын үстүндө лампочка турат. Ошол жерден эки эмоция жаралат экен. Биринчи, бүт баары тең билет экен, бирок табылды деп. Экинчи, ошол жерден баштап алдыңкылардын баары уякталып калат экен, уялып калышат экен биринчи. Анан уякталып дагы. Үчүнчү, ошол жерде турган, ошол арканды тартып койгон киши ошол күндүн баатыры. Наамга ээ болгондой, баары тең ошонун атын атап калат экен. О, детиги Токио, о, детиги Наги деп. А баары тең ошонун баркын билип калат экен. Ар бир киши мурдакылардын катасын кайдыгер мамиле кылганга шансы жок экен. Анткени көз жумуп койсо, кийинкиси көрөт дагы, бул киши дагы уятталып калат. Ошон үчүн ар ким өзү уят болуп калбаш үчүн баатыр болуп чыгат экен. Мурдакылары уялып калат экен. Ошентип булар бракты нольго жакындатып салышты. Мен бул кеңешим, кыскача кеңешим, көп жылдан бери